Мен Байтурганова Марал Сабиевна, Жамбыл облысы Шу ауданы Абай ауылындағы Абай атындағы орта мектебінің 2-ші А сынып мұғалімімін. Математиканы оқытуда сатылай кешенді талдау технологиясын қолдана отырып, білім алушылардың математикалық сауаттылыққа тәрбиелеп келемін. Саламатсыздар ма балалар? Отырыңдар. Ал балалар, бүгін математика сабағымызды бастаймыз. Қанекей, бәріміз психологиялық ахуал туғызып алайық. Келіңдер, сәлемдесіп алайық бір-бірімізге. Шеңберге тұра қаламыз. Ал қанекей топқа бөлінеміз. Топқа бөліну үшін мен 1, 2, 3-тен бастаймыз. Үйге қаншасыншы есеп берілді? Нөмірі 7-ші есеп. Ал 7-ші есепті оқиғы үшін Нұрсұлу. Дұрыс па балалар? Ал екінші топтан маған кім оқиды? Бала, киетті 28 бала, қалдым 14 бала, шешуін 14, жауабы 42 бала. Дұрыс па балалар? Ал балалар біз өткен сабақтарда қандай тақырыптарды өттік? Қандай сандарды өттік? 100 берді. Иә, 80 сандарды және бір сандарды өттік, және оларды біз модельдеуді өттік. Кім модельдеп береді маған? Ал Димаш келе ғой, модельдеп берші маған. 3 бал санды маған модельдеп бер. 3 бал санды. Ал қандай сан құралым сені айта қойшы? Дұрыс па балалар? Дұрыс, отыра қой. Ал енді олай болса балалар, 11-ші қазан сынып жұмысы. Бүгінгі біздің балалар сабағымыздың тақырыбы нашасыз өрнектер және олардың мәнін тиімді тәсілмен есептеу. Мақсатымыз балалар, 2-3 амалды нашалы және нашасыз өрнектерге арифметикалық амалдарын орындау тәсілін анықтау, олардың мәнін табу, тиімді есептеу үшін қосудың ауыстырымдық терімдік қасиеттерін қолдану. Бүгін бірінші тапсырмада балалар бізге әріпті өрнек пен санды өрнектерді табу болады. Қазір қай мезгіл? Көз мезгілі. Қазір көз мезгілінде балалар жеміс-жидектерді не қылатыр? Пісіп жатыр, сол жеміс-жидектерді мен сендерге бүгін алып келдім. Сол жеміс-жидектерде өрнектер мен санды өрнектер жазылған жеміс-жидектер бар. Соларды біз себетке жинауымыз керек. Жеміс-жидектер жинау әдісі бойынша. Кім шығарды маған? Тамаша. Дұрыс. Дұрыс па балалар? Қандай өрнекте жатады? Бұл балалар бірінші тапсырмаға қараңдар. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Бізде бірінші тапсырмада балалар не берілген? Өрнекті әріптер мен санды әріптердің мәндері яламыз. Мәнді таппайды. Сәйкес келтіреміз, санды өрнектермен әріп
келесі тапсырмамыз балалар сәйкестендіру. Шахмат ойынын неше бала ұнатады? Жәнібек келе ғой. Рубик кешесінің ойынын ұнататын бала саны нешеу? Кім? Айтын. Жансұлу. Ал жұмбақ жасының ойынын көтеміз кел. Барлығын дұрыс орындаңыздар балалар. Келесі сіздерге тапсырмам бар балалар. Келесі тапсырмамыз кубизм әдісі бойынша. Мен кубикті лақтырамын, қандай не түседі? Геометриялық фигура түседі, сол геометриялық фигураларда есептер жасауға соны алып шығарамыз. Ал бірінші топқа, жүздіктер тобына. Ал томана. Кім орындайды? Орындайды. Ал екінші топқа, ал екінші топқа. Төрт топ. Кім орындайды? Димаш кел. Ал үшінші топқа, кәнекей үшінші топқа лақтырамыз. Қандай түсті? Көп бұрыш түсті. Көп бұрышқа кәнекей дымпамен келе ғой. Тамаша дұрыс отыра ғой. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Біз қандай тапсырма орындадық балалар? Санды өнім, атты өнім және теңдеулерді шештік. Олай болса, бүгінгі сабағымыз бағалауы әуешар бағалауымен бағаланады. Бүгін сабаққа Дымұхамед жақсы қатысты. Қанша? 9. Нұрсұлу жақсы қатысты. Бүгін 8. Димаш жақсы қатысты. Димаш 9 балл. Жәнібек сабаққа қатысты. Бұл 7 балл. Ал Ернар сабаққа қатысты. 8 балл. Бұл жерде Жансұлу сабаққа қатысты. Жақсы 8 балл. Зере Қуанышбек Зере сабаққа қатысты болды. Жақсы 9 балл. Ал енді бұл жерде қатысып отырған Ертай сабаққа қатысты. 7 балл. Ерасыл сабаққа қатысты. 8 балл. Шырай сабаққа қатысты. 7 балл. Қалғандарымыз сабаққа жай қатысқаны үшін мына сендерге 6-7 ғана үздік әуешар арқылы өзіңдерді бағалаймыз. Ал балалар, сендерге бүгін сабақ жақсы ұнапты. Күнделігімізді ашамыз, үй тапсырмасын жазып аламыз. Нөмірі 7-ші есеп 53-ші бет жазамыз. Нөмірі 7-53-ші бет жазып аламыз. Ал олай болса сабақ